Көніне 10 топқыр тирек мамығын сөндірерге шығалар. Соңғы 3 күнде құтқарушылар іші айруша артты. Бір ай элеккіне құрған үлендірлеп янса хәзір мамық. Ялқын қысқа вақыт ішінде янып бітсе де, уты тире юндегі құры үленге ағашларға да күшерге мөмкин. Тоғыншынсында есеп қалырға керек. Бұл шырда аллергияға зорланушылар саны арта. Түбән Камадан репортаж. Мизгіл ішінде йолқын әйлене тиреге тұрала жиылған мамық бигректі балаларны жәліп етем. Ут түртіп шуннан қызық табалар. Тирек мамығының қор кібік йотмаған ишік алды юқ дерлік. Ең қорқынышы ут түрткен ұшырақта йолқынның машиналарға қатты бинаға да күшуі. Бүгін шунды ұшырақ тіркеледі. Бірінші гимназия тиресіндегі түсіліш материаларына ут қаба. Құтқарушылар келгенше ишік алды жиштырушысына башқаларда ярдәм ите. Урынға құтқарушылар келем түшке қадар гына яңғы сөндірушілер 4 урында болған. Оларының кеткенін яшөсмірлер соғалап қына тұра. Су сибуде, сөбіруде ярдәм етмей. Міне шунысы қорқыныш ана. Шунысы қорқыныш. Жиыла бет, әне көпмі жиылды. Түртіп кетелер бет. Андайлар бар, өнелер, шылайттырып балалар, өнелер. Бұл шырда аллергия білен интігушілерге айрышы ауырға тұры келе. Тұмау түшу, бұрын тұғылу, көзден еш ағу белгілері көзәтілі. Топыл вақыт, мамығы вақытында көзден еш ағу. Сүртіп бітірілікті. Әлгі халдан шығу үшін қортайған оғашларына кесерге керек, ләкен бұл ұшырақта Түбән Камалар ғариза білен соңара. Мұны 15 апрельге қадар ішлерге керек. Демек, іш 2 жылға қала. Шайару ise штрафқа да кетірге мүмкін. Зиян көрушілерге административ бір кітмә түзілі деп кесеті яңғын сөндірушілер. Гүлия Нихматуллина, Фәхри Исламов, Яңалықлар.